Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Мына бізде Аділия, сосын кешегі алып келген 5 тауығымыз. Кеше емес, алдыңғы күні алып келдім, видео шықпай қалды. Мінекей. В общем, 10 тауық болды. Енді тағы тауық алатын біз деген ойдамыз, ала берді. Бірақ қазір кішкене тиын мәселесі келгенде барлығы тиын мәселесіне тіреліп тұр. Тиын болмаған себебінен тауықты көбейте алмай жатырмыз. Кеше мына тауық 5 тауықты алып қалғам. Арзаннан сатып жатырмын. Жемге байланысты дегесін алып қалдым. Жалпы негізінде Бауыржан ағамыздың тауығын алам ба деп соған жинап жүрген ақшам еді. Әділет тауықтар, мен осы тауықтарды алып алдым. Мінекей, бұларға қора жасап жатырмық далаға. Ана жерге. Мынандай бір жеті көгершін әкеліп қойдым. Енді көгершін сатып алған жоқ, көгершін тегін. Бұны да асырап жатқан өзінің себебі бар, көгершін бағып жатқан. Бұл енді бұны сату, көгершін сату емес, бұның өзінің себебі бар, асырап жатқан. Сол себепті көгершіндерді асырап жатырмыз. Тауықтар тіпті үйренді. Мына бесеуі бөлек жүреді, ана бесеуі бөлек жүреді. Осы міне жаңалық. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Міндеттерді жауап берем. Және де келесі қандай видео түсірейік, соны да жаза кетіңіздер.